Сәлем достар, сіздермен бірге Жайсан. Мен бүгін қорқынышты мем деген қорқынышты әңгіме түсіретін боламын. Бұл нөмірі 8-ші қорқынышты әңгіме. Ал видеоны бастайық, мен аударамын. Лайк басып кетіңдер, подписаться. Қазір түсте Brawl Stars түсіремін. Бұл қорқынышты әңгіме менен бірталай жыл бұрын болған. Мен өзім үйінен жұмысынан қайтып баратқанмын. Және де үйіме қайтқан. Үйіме кеш қайтқанмын. Бір күні мен өзім жұмыс клубынан қайттым. Өте қатты шаршадым. Тек төсекке жатқым келді. Мен лифтқа дейін жеткенмін. Мен 9-шы этажда өмір сүргенмін. Сол кезде мен лифттің есігін ашқан кезде ішінен бір түрлі адам шықты. Бұл адам емес, басқа да клоунға ұқсады. Бұл лифттің ішінде маған қарап тұрды да қолын бұлғап тұрды. Сәлем дегендей. Және басы оп-оңай қайырылып тұрды. Оның лифтке кіргім келген жоқ. Өйткені анау жігіт біртүрлі өзін көрсетті. Мен сол үшін мен жаяу бардым. Мен сатыға мініп жатқанмын. Сол кезде мен бағана каска киіп алған жігітті көрдім. Мен бірәле астағы қарағызды. Мен қарағанымен қатты шошып кеттім. Ол 2-ші немесе 3-ші этаждарда қозғалмай тұрды. Оны біреу еститіндей шошып кетті ол. Ол вообще бір қадамда басқан жоқ. Тып-тыныш тұрды. Мен оны қарап тұрғанда ол біліп тұрды. Оның көздері тура маған қарады, бірақ тым қозғалмады. Мен шошып кеттім. Мен бірден бүкіл ұйықтағанымды сен күшті істедің, бірақ мені таста, мен ұйықтағым келіп жүр өзін. Мен осы кезде сен тоқтатшы деп айтты. Мен осы сөздерден кейін өте қатты жүре бастадым. Ол қайттан мен астаға қарағанда ол қайттан астымда тұрды. Тура бір-ақ этаж болған арамыз. Ол тағы да солай қатып тұрды. Маған қарап. Қатты шошқанынан ол жаймен де жүрген жоқ. Мен бақыр жерін бүкіл көршілерді ояту үшін. Жігіт, тоқтат деп бақырдым. Оның түрі өзгеріп кетті. Аузы бұрылды. Ол сатыға қарады. Оны ұстап, секіріп те қойып түсе салды. Мен оған құлаған түрін көрдім. Мен қатты шошып кеттім. Мен полицияға звондамақшы болдым. Бірақ мен оған қарап тұра бердім. Және мен төбеде бір түрлі сезімде болдым. Төбеге мен қайта мінейін десем, төбеде 2 этаж болды, және 2-ші этажда. Дәл сол адамды көрдім. Дәл сол адам. Бірақ оның аузы ұзын. Ол басын қысып тұрды. Мен жаман шошып кеттім. Мен қозғала алмай қалдым. Оның көздері әлі маған қарап тұрды. Мен бірден көшеге шықтым. Сол кезде полициялар шықты. Біреу полицияны шақырды. Ол адам мен әлі түсінген жоқпын. Ол кім?
түрі біртүрлі адам. Шашы жоқ. Достар, бұл история өте қорқынышты деп ойлаймын мен. Бұл адам біртүрлі екен. Үйлеріне қорып жүрмеңдер. Wi-Fi подсоединять етіп кетіңдер сол кезде. Ол даже қарап та тұрмайды сендерге. Ал видеомыз бітті, пока. Сізде Brawl Stars түрім.